Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, 3 Б класс. Бүгін сәуірдің 21-і. 21-21. Аптаның екінші күні. Сейсенбі. Вторник. Сабағымыздың тақырыбы мақтаншақ көлшік. Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Көл, көлшік, мақтаншақ, мақтанды, құдықтың айналасына, құдықтың айналасына, азаяды, буға айналды, шөлдейді, кеуіп қалады. Еще раз повторяем. Көл, көлшік, мақтаншақ, мақтанды, құдықтың айналасына, азаяды, буға айналды, шөлдейді, кеуіп қалады. Теперь пишем эти слова. Дәптерімізге жазып аламыз. Көл, озеро, көлшік, лужа, небольшое озеро, мақтаншақ, хвостун, мақтанды, похвастался, құдықтың айналасына, вокруг колодца, азаяды, уменьшается, пар, буға айналды, испарилась, шөлдейді, испытывает жажду, кеуіп қалады, высыхает. Өте жақсы балалар. Бүгін мақтаншақ көлшік ертегісін оқимыз. Сегодня будем проходить сказку «Мақтаншақ көлшік». Көктемде жаңбыр жиі жауды. Весной часто шел дождь. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Вокруг колодца появилась лужа. Ол мен көлмін деп мақтанды. Я озеро, похвастался он. Жазда көлшіктің суы азаяды. Летом уровень воды в пруду снижается. Оның суы буға айналады. Его вода испарилась. Ол шөлдейді. Он хочет пить. Мақтаншақ көлшік кеуіп қалады. Высокомерная лужа высыхает. Құдық қалады. Колодец остается. Қайтадан оқимын. Көктемде жаңбыр жиі жауды. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Ол мен көлмін деп мақтанды. Жазда көлшіктің суы азаяды. Оның суы буға айналады. Ол шөлдейді. Мақтаншақ көлшік кеуіп қалады. Құдық қалады. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға толық жауап бер. Толық. Полный ответ. Если у вас ответ будет кратко, это не считается. Бірінші сұрақ. Көктемде не жауды? Екінші. Құдықтың айналасына не пайда болды? Үшінші. Көлшік неден пайда болды? Төртінші сұрақ. Көлшік қандай? Бесінші. Көлшіктің мақтаншақ екенін қайдан білдің? Алтыншы. Жазда көлшіктің суына не болды? Өте жақсы балалар. Екінші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша суреттердің ретін анықта. Вы должны определить порядок. Сонда бізде бірінші, первое у нас, что случилось? Правильно, дождь, жаңбыр. Вы пишете первое, жаңбыр. Второе, екінші, не болды, жазамыз, е? Үшінші тапсырма.
Суреттерді сөзбен жазып сөйлем құра. Көріп тұрған суреттеріңіз, например, это что? Дождь. Жаңбыр. Жаңбыр жауады. Вы должны составить предложение. Жаңбыр жауады. Второе предложение. Что это? Колодец. Колодец қалай қазақша? Дальше второе предложение. Келесі үшінші сөйлем. Сосын төртінші сөйлем жалғасады. Жақсы балалар, енді келесіге өтеміз. Үйге тапсырма. Осы үш тапсырманы орындап маған жібереміз. Выполните эти 3 задания и отправляйте мне на WhatsApp. Сабағымыз балалар аяқталды. Сау болыңыздар.